Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін ағзамызға өте пайдалы, сіңімді, дәмді, диеталық сорпа дайындаймыз. Менде жылқы еті. Осы жылқы етін кесіп, ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Туралған, дайын болған еттерімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Бір орташа пиязды да осы етпен бірге тартып аламыз. Жуылған кішкене күрішіміз саламыз. Жартысын сорпаға салуға алып қоямыз. Және тұз бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Міне фаршымыз дайын болды. Енді қолымызды жайлап сулап жіберіп, дөңгелектеп фаршымызды дөңгелек формаға келтіріп, фрикадельки жасаймыз. Өте жеңіл, сіңімді сорпа. Қымбатты оқырман, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Енді картошкамызды осылай турап аламыз. Қазақ тілді каналдың дамуына қолдау білдіріп қойыңыздар. Мен бір кішкене сәбіз алдым. Осы сәбізді де ұзыншалап турап алайық. Міне қазанда суымыз қайнап тұр. Кішкене тұз салып, араластырып, фрикаделькемізді жайлап саламыз. Бисмилла. Араластырып, пиязымыз саламыз. Қайнағаннан кейін алып тастаймыз. Жақсылап сапырып, көбігін аламыз. Бұл сорпа 25-30 минут аралығында дайын болады.
өте жеңіл сорпа, іше бергім келетін сондай сіңімді сорпа. Жаңағы кішкене қалған күрішіміз саламыз. Картоплымызды, сәбізімізді саламыз. Не араластырып, сапырып жібереміз. Жиі сапырып тұрамыз. Міне сорпа қайнағаннан кейін пиязымызды алып тастаймыз. Міне сорпамыз дәмді. Лабыр жапырағын саламыз. Қазір 5 минуттан кейін алып тастаймыз. Міне дәмді сорпамыз дайын болды. Иісі мұрын жарады. Өте тез дайындалатыны маған қатты ұнайды, әрі дәмді. Сіздер де отбасыңызға, бала-шағаңызға пісіріп беріңіздер. Қымбатты оқырман, видео ұнаса, каналыма жазылыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ас болсын.